Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Құрметті мұсылман бауырлар. Елімізде қазір табиғат апаты деген көбейіп кетті. Жер сілкінді, одан құтылып едік. Бір жерде тасқын басталды. Ол бітіп жатса, екінші жерде басталып жатыр. Біз енді жаңағы әртүрлі себептерді қарастырып, дүнияви себептерді қарастырып жатырмыз. Дайын болмадық дейміз, тоған болмады деген сияқты. Бірақ мынау мұсылман бауырларға айтар едім. Бәріңіз діни білім алып жүрсіздер, уағыз тыңдап жүрсіздер. Дін жолында жүрген бауырларымыз, сіздер тарихтан білесіздер. Бізден бұрынғы қауымдар не үшін жойылған еді? Оларға апат не үшін келген еді? Ат қауымы, Самуд қауымы, Лут қауымы, Нух қауымы, оларға топан су жаңағы. Апаттар не үшін келген еді? Надандыққа белшесінен батып, Аллаға қарсы шығып, шектен шыққан кезінде болған еді. Біздің елді қараңыздаршы, қазір не болып жатыр? Аналары көк бөрімен махаббат болып, содан жаралған мынау нағашы жұрты адам, өз жұрты көк бөрілерден жаралғандар, мына қазіргі дінсіздер. Лут қауымнан да асып кетті ғой бұлар. Лут қауымы бірін-бірімен жаңағы қосылу деген күнә жасаған еді. Ал бұлар қазір пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям педофил деп оған әртүрлі ат қойып болды. Айша анамызды ауыр болса да айтайыншы осыны. Мына мұсылмандар мүмкін біздің кішкене болса да намысымыз оянатын шығар. Айша анамызды ол кішкентай кезінде қосылуға болмайтын кезінде ол Мұхаммедтің жан мүшесін сүйетін дейді. Енді мені кеше қобжықтың суретін салып, бұл Алла, бұна мұсылмандардың құдайы деп, бір әйел жаңа Алла деп тряпкаға жазып қойған, мен пол сүртем деп. Одан бергісі мені қазір осы бейнероликте жазғанын көрсетем. Тиктокта Аза деген біреу бар екен, сонда әйел ма, еркек па білмеймін, бірақ Аза деген атпен тіркелген, бұлай деп айтып жатыр. Жігіттер, негізі айтуға ұят, бауырлар, бірақ сіздер осын көрсінші деп әти айтып жатырмын да. Не дейді? Мен Мұхаммедтің анасымен қосылып жатқан кезде, төсектес болып жатқан кезде, Алла тағала бізге қарап, ауыр сөз, бірақ айтпасам болмайды да. Енді қараңызшы, бір адамдар айтады, ол адамдар өздері үшін жауап береді дейді. Айналайын, Алла тағаланың апаты келген кезінде күнә істеген адамдарға таңдап келген жоқ қой, сол апаттың ішінде бәріміз кетпейміз бе? Жарайды, өзінің ұстанған жолын ұстана берсін. Ол кәпір болып кете ме, басқа болып кете ме, дінсіз болып кете ме, өзінің білгенін істесін да. Бірақ бұлар жай қарап отырмай, неге біздің еліміздің ұстанып жатқан ислам дініне тіл тигізеді? Сонда біздің елге деген құрмет. Біз өзге дін өкілдеріне де құрметпен қараймыз ғой. Бұлардың бізге, біздің елдегі ұстанымға, біздің сонда мұсылмандарға, біздің қазаққа бұлардың құрметі қандай сонда? Енді өздерің анау парақшаларын қараңыздар. Менде бейнероликтер сақтаулы тұр. Абайың кім? Міне біз мектептерде Абай атамызды Шәкәрім Құдайбердіұлы, Ыбырай Алтынсарин жайлы мақтап аталарымыз деп айтып жатырмыз. Олардың бәрі адасқан дейді. Біреуі де дұрыс жолда болмаған. Біз негізі біздің дініміз дейді. Ол Шыңғысхан ұстанған дін дейді. Сонда одан бері қарай кейінгілердің бәрі уже ол дін емес, бәрі адасып кеткен дейді. Бұлар қазаққа жанашып тұрған адамдар емес қой бұлар. Енді мысалы мынау мұсылмандар, дін жолында жүргендер, дін қызметінде жүргендер. Жалпы біз өзі дінді тек ұстануымыз керек па, жоқ біз дінді қорғауымыз керек па? Және біз дінді қай кезде қорғауымыз керек, айтыңыздаршы. Бұдан артық енді не бар ауыр? Бұл кезде қорғамасақ, бұдан ауыр нәрсе жоқ шығар. Аллаға, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға, оның отбасына осындай сөздер тигізіп жатқан кезінде сабырлық етіп отырсақ, бұл біздің иманымызға сын шығар. Қалай ойлайсыздар? Соларға тоқта деп айтатын адам жоқ па? Сонда ауыр сөз, бізде міне имамдарымыз бір қате сөз айтса, бүкіл халықтан шығып кешірім сұрап жатыр ғой. Бұлар сондай ауыр сөздер айтқаннан кейін, неге бұларды ешкім бұларға тоқта дейтін, бұларға ескерту жасайтын ондай бізде адамдар жоқ па?
Соншалықты мұсылмандар соншалықты төмен болып кеткенбіз ба сонда?